Сәлеметсіздер ме оқушылар, сіздермен бірге Айнұр апай. Бүгінгі видеода 7 сынып алгебра пәнінің 3 тоқсандағы қысқаша көбейту формалары тақырыбы бойынша БЖБ-ның Б деңгейінің бірінші нұсқа есептерін қарастырамыз. Бұл нұсқада келесідей 4 тапсырма берілген. Бірінші тапсырмаға келетін болсақ, көбейткіштерге жіктеңіз деген тапсырма. Есептің берілген жазып алатын болсақ, mx-тің 4 дәрежесі азайту 81m. Бұл жердегі ортақ көбейткіш m болғандықтан m-ді жақшаның сыртына шығарып тастаймыз. Сонда жақшаның ішінде x-тің 4 дәрежесі азайту 81 қалады. Енді осы жақшаның ішіндегі өрнекті өзгертеміз, яғни квадраттардың айырмасына келтіреміз. x-тің 4 дәрежесі дегеніміз ол x-тің 2 дәрежесінің квадраты, және азайту 81 дегеніміз ол 9-дың квадраты деп жазып алсақ болады. Осы жерде енді квадраттардың айырмасы формуласын қолдансақ, x квадрат азайту 9, екінші жақшада x квадрат қосу 9 болады. Енді айырмада тағы да квадраттардың айырмасын шығаруға болады. Олай болса, x-тің квадраты азайту 9 дегенді 3-тің квадраты деп жазып алсақ болады. Ал екінші жақшаны x квадрат қосу 9-ды көшіріп жазып қоямыз. Енді екінші жақшаны жіктейік. Олай болса, m көбейту x азайту 3 көбейту x қосу 3 және көбейтілген x-тің квадраты қосу 9 болып жіктеледі. Келесі екінші есеп. S тең 6a квадрат формуласын қолданып, кубтың толық бетінің ауданын табу өрнегін жазып ықшамдаңыз дейді. Яғни қараңыздар балалар, осы a тапсырмасынан бастайық. S тең 6a квадрат деп жазып аламыз. Енді мына a-ның өрнегі берілген, ол 2x азайту 3-ке тең. Сол өрнекті орнына қоямыз. Сонда 6 көбейту a-ның орнына 2x азайту 3 дейміз. a-ның квадраты болғандықтан осы өрнектің квадраты деп жазамыз. Енді осыларды ықшамдайық. 6 көбейту деп жақшаның ішіне айырманың квадратын орындаймыз, яғни 2x-тің квадраты ол 4x-тің квадраты болады. Азайту осы екі өрнектің екеселенген көбейтіндісі, яғни 2x-ті 3-ке көбейтсек 6x болады, 6x-ті тағы да 2-ке көбейтсек 12x болады, және қосу 3-тің квадраты ол 9. Енді осы жақшаны ашайық. 6-ны 4x квадратқа көбейтсек 24x-тің квадраты. Азайту 6-ны 12x-ке көбейтсек 72x, және қосу 6-ны 9-ға көбейтсек 54. Сонда кубтың толық бетінің ауданын есептейтін өрнек ол 24x квадрат азайту 72x қосу 54 болады екен. Келесі Б тапсырмасында көлем берілген, яғни V тең A куб формуласын қолданып, кубтың көлемін табу өрнегін жазып ықшамдаңыз делінген. Бұл жерде де A-ның орнына мына берілген өрнекті қоямыз. Олай болса, 2x азайту 3-тің кубы болады. Яғни айырманың кубы формуласын қолданамыз. Ол үшін бірінші өрнек 2x-тің кубы азайту 3 көбейтілген бірінші өрнек 2x-тің квадраты және көбейту екінші өрнек 3 болады. Қосу 3 еселенген бірінші өрнектің өзі ғана жазылады, яғни көбейту 2x, және көбейту енді 3-тің квадраты болады. Және азайту 3-тің 3 дәрежесі. Енді осының барлығын есептейтін болсақ, 2x-тің 3 дәрежесі дегеніміз 2-ның 3 дәрежесі 8, x-тің кубы, азайту, енді мына жерде есептейік. 2x-тің квадраты дегеніміз 4x квадрат болады. 3-ті 3-ке көбейтсек 9, 9-ды 4x квадратқа көбейтсек 36x квадрат. Қосу 3-тің квадраты 9, оны тағы да 3-ке көбейтсек 27, 27-ні 2-ке көбейтсек 54x, азайту 3-тің 3 дәрежесі дегеніміз ол 27. Сонда кубтың көлемін табу формуласы ол 8x куб азайту 36x квадрат қосу 54x азайту 27 болады екен. Келесі үшінші есеп, есептеңіз деп берілген. Бірінші тапсырманы қарастырайық. Бұл жерде 46-ның квадраты азайту 92 көбейту 31 қосу 31-дің квадраты. Енді бұл есепті шығару үшін
айырманың, мына жерде минус тұрғандықтан айырманың квадрат формуласына келтіреміз. Олай болса 46-ның квадраты деп жазамыз. Азайту, мына 92 дегенді формулада біз 2 болғандықтан 2 арқылы жазамыз. 2-ні қандай санға көбейтсек 96 шығады. Яғни ол 46. 2 көбейту 46 деп жазып аламыз 92-ның орнына, және көбейту 31, қосу, ары қарай қалғандарын көшіреміз, 31-дің квадраты. Сонда бұл бізде айырманың квадраты формуласына келіп тұр. Яғни 46 азайту 31-дің квадраты болады екен. Енді жақшаның ішінде 46-дан 31-ді азайтып жіберуге болады. 46-дан 31-ді азайтсақ 15-дің квадраты. 15-дің квадраты дегеніміз ол 225-ке тең. Келесі екіншісінде 38-дің квадраты азайту 17-ның квадраты бөлінген бөлімінде 47-ның квадраты азайту 361 деп берілген. Енді бұл жерде квадраттардың айырмасы формуласына келтіреміз. Әзірше алымын көшіріп жазайық. 38-дің квадраты азайту 17-ның квадраты бөлу 47-ның квадраты азайту. Енді мына жерде 361 дегеніміз ол 19-дің квадраты болады. Квадраттардың айырмасы формуласын қолданатын болсақ, екі жақшаға жіктеледі. Біріншісі 38 азайту 17 көбейтілген, екінші жақшада 38 қосу 17. Дәл сол сияқты бөлімінде де квадраттардың айырмасы формуласын қолданамыз. Бірінші жақшада 47 азайту 19 көбейтілген, екінші жақшада 47 қосу 19. Енді әр жақшаны жеке-жеке есептейтін болсақ, бірінші жақшада 38-ден 17-ні азайтсақ 21, көбейту 38-ге 17-ні қоссақ 55, бөлімінде 47-ден 19-ді азайтсақ 28, көбейту 47-ге 19-ды қосатын болсақ 66 шығады. 55 пен 66 екеуі де 11-ге бөлінеді. Қысқартып жіберсек болады. 55-тің орнында 5 қалады, 66-ның орнында 6 қалады. Дәл сол сияқты 21 мен 28 екеуі де 7-ге қысқартылады. 21-дің орнында 3 қалады, 28-дің орнында 4 қалады. 6 мен 3-ті де қысқартып жіберуге болады. 6-ның орнында 2 қалады, 3-тің орнында 1 қалады. Басқа бізде қысқартылатын сандар жоқ. Енді алымы мен алымын, бөлімі мен бөлімін көбейтсек, 8-ден 5 деген сан шығады екен. Келесі төртінші есеп, екі санның айырмасы 34-ке тең. Және ол сандардың қандай сан екені белгісіз, сондықтан теңдеу құрастырамыз, x пен y деп аламыз екі санды. Екі санның айырмасы деп тұр, яғни x азайту y ол 34-ке тең екен, ал олардың квадраттарының айырмасы 408-ге тең. Дәл осылардың квадраттарының айырмасы, яғни x квадрат азайту y квадрат ол 408-ге тең деген осындай теңдеулер жүйесін аламыз. Есепті теңдеу құру арқылы шешіп, осы сандарды табыңыз делінген. Енді қарайық. Бірінші теңдеуді көшіріп жазып қоямыз. X азайту y ол тең 34-ке. Ал мына екінші теңдеуде квадраттардың айырмасы формуласын қолданамыз. Яғни бірінші жақшада x азайту y, екінші жақшада x қосу y болып жіктеледі. Және ол 408-ге тең. Енді осы жерде x азайту y ол міне 34-ке тең дедік. Соны орнына қояйық. 34 мына жақшаның орнында, көбейтілген x қосу y ол тең 408. Осыдан x қосу y-ті табатын болсақ, 408-ді бөлеміз 34-ке. Сонда x қосу y ол 12-ге тең болады. Енді мына теңдеуді былайынан жалғастырып жазайық. Бірінші теңдеу x азайту y тең 34 болды. Ал екінші теңдеу, мына жерде біз тауып алдық, ол x қосу y ол тең 12-ге. Теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шығарсақ болады. X-ке x-ті қоссақ 2x болады. Минус y пен плюс y екеуі бір-бірімен жойылып кетеді. 0 болады, яғни оны жазбай қойсақ болады. Тең. Енді 34-ке 12-ні қосатын болсақ 46. Осы жерден x-тің мәнін тауып алуға болады. 46-ны бөлеміз 2-ге. Сонда x-тің мәні 23-ке тең болады. X-тің мәні табылды. Олай болса, мына жерге бірінші жазып қояйық. X тең 23. Ал мына екінші теңдеуден y-ті тауып алатын болсақ,
Ол үшін 12-ден азайтуымыз керек x-ті. Мына x-тің орнына мәнін қоямыз. Сонда x тең 23-ке, ал y тең 12-ден 23-ті азайтатын болсақ, минус 11-ге тең болады екен. Яғни біздің іздеп отырған сандарымыз, мына жерге жазайық, жауабы 23 және минус 11 болады екен. Осымен балалар, бүгінгі қарастыратын есептеріміз аяқталды. Есептердің шығарылу жолы түсінікті деген ойдамын. Олай болса, осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеоны достарыңызға да жіберіңіздер. Ал мен сіздермен келесі видеоға дейін қоштасамын. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болған Айнұр апай, оңай математика каналы.